Дантакелис семетостасияны қарсы алыңыз. Бұл кішкентай тіршілік иесі басқа бауырмен жорғалаушылармен бірге кейінгі триас батпақтарында күн кешуде. Денесінің төменгі бөлігінде оның шабуылға қарсы ең жақсы қорғанысы жатыр, яғни ішіндегі қатты қабат. Одантакелис тасбақалардың ежелгі атасы. Оның жартылай қабықшалы денесі қазіргі тасбақалардың маңызды ерекшелігін көрсетеді. Негізгі тасбақада екі қабықша бар, және қабықшалар тасбақа эмбрион болған кезінен ақ бөлек дамиды. Екеуі де жануар қаңқасының жалғасы болып табылады, және олар бірге 60-қа дейін жуық сүйектерден тұрады. Басқа эмбриондар сияқты тасбақа эмбриондары гендік белсенділікпен жасушалар арқасында байланыс арқылы белгілі бір жасуша түрінде, содан кейін мүшелер мен ұлпаларға айналатын дифференцияланбаған жасушалардан тұрады. Бастапқыда тасбақа эмбриондары басқа бауырмен жорғалаушылардың, құстардың және сүтқоректілердің эмбриондарына өте ұқсас келеді. Бір айырмашылық карапециалды жота деп аталатын жасушалардың дөңестігінде. Ол жота мойын мен төменгі арқа арасынан кеңейіп, диск пішінін жасайды. Содан соң қабырғаға айналатын жасушаларды тарту арқылы тасбақа қабығының үстіңгі бөлігінің түзілуін басқарады. Кәдімгі қабырға торын жасау үшін төменге қарай иілудің орнына қабырғалар сыртқа қарай иіледі, карапециалды жотаға қарай жылжиды. Содан кейін олар қоршаған жасушаларды сүйек түзетін жасушаларға айналдыратын сигналдық ақуызды бөледі. Бұл елу сүйек тігіспен кездесіп, жалғасқанша өседі. Сүйек сақинасы қабықтың шеттерін қатайтады. Тері жасушалардың сыртқы қабаты қабықты қаптайтын қабыршақтарды шығарады. Қабықтың төменгі жартысының пластронның дамуы нейрондарды, шеміршектерді және сүйектерді қоса алғанда әртүрлі жасуша түрлерін шығара алатын нейрондық қыртысты жасушалармен қозғалады. Бұл жасушалардың қалың қалқаны қарынға таралып, 9 табақша тәрізді сүйектер жасайтын аймақтарда біріктіріледі. Ақырында бұлар тігіс арқылы қабықпен байланысады. Тасбақа қабығының жыртқыштардан қорғану үшін айқын артықшылықтары бар, бірақ қатты қабық кейбір қиындықтарды да туғызады. Тасбақа өсіп келе жатқанда қабық пен пластрон сүйектерінің арасында тігістер таралады. Егер сүтқоректілер мен бауырмен жорғалаушылардың көпшілігі тыныс алу үшін кеңейтетін икемді қабырға торына сүйенсе, тасбақалар оның орнына қабықшаға бекітілген іш бұлшықеттерін пайдаланады. Біреуі тыныс алу үшін, екіншісі тыныс шығару үшін қолданады деген сөз. Сонымен қабық қалай дамиды? Қазба қалдықтарында әлі де олқылықтар бар болса да, бірінші қадам қабырғалардың қалыңдауы болған сияқты. Тасбақалардың ең көне арғы тегі Енотосаурус африканус деп аталатын тіршілік иесі 260 миллион жыл бұрын өмір сүрген және қазіргі тасбақаға мүлдем ұқсамайды. Бірақ оның күшті білектерінің бұлшықеттерінің бекітетін кең жалпақ қабырғалары болды. Еунотозавр қазіргі Африканың оңтүстігінде өзіне үй қазып жатқан қазғыш тіршілік иесі болған шығар. Одантакелис семетостасия тасбақа эволюциясының кейінгі басқа қадамын суреттейді. Бұл жануарда Енотосаурус сияқты қалың қабырғалары, оған қоса қорғаныс үшін іш тақтасы бар. Қазіргі тасбақаларға тән толық қабықшаның алғашқы қазбалы дәлелі шамамен 210 миллион жылға тең. Бұл қабырғалары біріктірілген Прогонакелис көнстеди деп аталатын түрге жатады. Прогонакелис суда әрі құрлықта қозғала алады. Қазіргі тасбақалардан айырмашылығы, ол басын қабыршасына кіргізе алмады, бірақ мойнында қорғаныс тікенектері болды. Қазіргі тасбақа қабыршақтары тасбақалардың өздері сияқты әртүрлі. Теңіз тасбақаларының суда оңай сырғанау үшін тегіс жеңіл қабығы бар, ал құрлықта өмір сүретін тасбақалар жыртқыштардың жақтарынан сырғып кететін және арқасымен құлаған жағдайда аунауға көмектесетін күмбезді қабырғаға ие. Былғары және жұмсақ қабықшалы тасбақалардың қабықшасының шетінде сүйек сақинасы жоқ қабықтары немесе оны жабатын қатты қылшықтары бар. Бұл олардың тар кеңістіктерге сыйып кетуін жеңілдетеді.